Өлі, сіз не ес жаппайсыз кішкене? Суып қаған деймін сізге. Артық деймін. Мә, сіз қоймайды екенсіз, ә? Мәңіз онда. Мә, Айдын. Үйде өзіміз қалдық, ішім пысып кетті менше. Бірақ жалқауланып тұрмын. Тамақ та істегім келіп тұрған жоқ, уже кеш батып қалды. Кафе? Қандай кафеге? Мә, сосын ана жақында ше бір күшті кафе ашылды деп жатыр еді ғой, есіңде ма? Соған барамыз ба? Иә. Жақын ғой үйге, үйдегілер іздеп қалса ше? Ренжіп қалмай ма? Біз сосын кафеге барды деп. Біз сағат қаншада келеміз кафеден? Онда давай 1-2 сағатқа кафеге барайық та сөйтіп қайтайық, иә? Айғым сағат мектептен 8-де келеді, Даниел болса сағат 5-де келеді. Онда үлгереміз. Жүр кеттік. Екеуміз кафеде тамақтанып алайық та, иә? Кейін алдың ғой, сен дайынсың ғой, иә? Бопты онда. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ойбай, саламатсыз ба? Бізде осы кафені мақтап еді, қарымыз ашты. Иә, отырамыз ғой. Адам жоқ екен, кафеңізде? Иә, сол ақырында қазір ғана аштым ғой. Қазір ашылдыңыздар ма, не? Иә. Енді ашылдық қой біз. Новыйдан ашылған кафеміз. Не керек? Плов бар, манты бар, сосын пицца, суши, кола. Пельмен бар. Сосын болды. Онда саған не, шашлик бар ма? Шашлык бар. Онда мен шашлик жеймін, сенші? Мен пицца, бургер. Онда фри, бізге бір фри. Бургер бар ма? Бар ғой. Сосын... Жоқ, бургер тасылып қалды. Онда маған шашлик, балаға фри, сосын пицца алып келе салыңыз. Сосын маған кола. Иә. Шашлык, қайталап жіберейін. Шашлык, пельмен, фри. Кола. Пельмен жоқ, пельмен. Қазір жемейміз пельмен, керек емес. Бізге пицца. Пицца. Пепперони. Болды. Сосын кола. Болды, рахмет. Ана жазуыңыз қандай? Айтпақшы, не заттарды біз енді алатын едік. Кәсіпкерлік магазинге барып келейік. Ойбай, магазин дейді? Иә. Жақсы магазин. Магазинге кеткенде кафеде бәрі болмай ма? Өздері еще жаңадан ашылдық деп қойды. Ойбай, үйсті отырамыз да магазиннен келгенше? Магазинде бізде ала аламыз ғой? Немене бәрі? Келдім. Ойбай, не жүр? Сосын ше, біз айтамыз деп ұмытып кеттік. Бізге пельменді жасайсаңызшы, қарымыз ашып тұр что-то. Айтпайсыңдар ма, жаңа магазинге барып келгенде алатын едім ғой. Ойбай, біз қақтан білейік? Сүт желейтін айтпақтан айттық қой. Айтпаңдар. Сөз жоқ дедім. Болды. Ойбай, бізге өзіміз ұрысып берген емес. Фрима дайын уже фри. Көректен Ой, біздікі ғой? Сіз жеп атқан нес? Күшті ба? Нормально. Ужас. Өз дәмін көріп атыр, қолын басып. Сіз не өйтесіз, олай болмайды ғой. Енді сөзім ба, көру керек па? Ужас. Ары кішкене күлес ба? Ужас. Өзім білем. Немене о? Тамағымыз жеп алайықшы, өтініш. Сіз, мұрның шығып атсыз ба? Ойбай, не болды сонда біздің тамағымыз тап жатсыз ба? Сіз мұрын шығып? Иә. Айдын, не істейміз ақша төлейміз, төлемейміз? Төлейсіңдер, решенкамыз. Сіз түрлігіңіз жоқ ба? Бағыңызшы нақы біздің дәрі төбемізде отырып алмай. Сөйтіп қарап отырсып тамақ жегеніміз. Кола келгенше отырам. Кола тез келетінеді ғой. Айдын сол үшін ше. Мәне күшті болды. Туалетке барып келгенше заказ бермей қоя тұрыңдар. Туалетке барып келген. Айта салат кенді. Бізде туалетке барам деп. Заказ береміз. Ужас. Өлә, есік жабас па бізге қатты естіліп атыр. Масқара. Іші ауырып қапты ғой, байқысын. Конечно, әр келген клиенттің тамағын шығып жіберсе. Мына тамақ жегім келмей алды мен. Ужас. Масқара, ужас. Ішім ауырып қой.
Ора, сіз не есіп жаппайсыз кішкене. Сонша Біз дәл туалеттің жанына отырып алыппыз ғой. сонша отырдыңыз ғой. Ужас. Мен Айтамын мен. Бір рам қазір. Қалай жерем? Сен берем. Айдын. Сен кішкентай бала. Маған бүйтіп қыртындап үстіңде отыр. Біз сүйіліп қалдық, апай. Шүйлеп кет. Бізге шай бересіз бе? Шай, ыстық шай. Ыстық болсын шмақма. Қасыма тағы подарки печенье берем. Ой, күшті ғой. Рахмет. Шай. Әкеңіз құйып берейін. Жоқ, өзім рахмет. Құям. Жазбай. Болды, рахмет, болды. Мен ішіп көрейін, өзім. Мына ыстық емес қой, суп қалған ғой. Мына қолын ұстап салып атқан не? Салмаңыз қолыңызды. Ыстық қой. Ыстық емес қой, суп қалған ғой. Кәс печенье. Суп қалған дейм сізге. Маған ыстық. Суп қалған. Ой, сала бермесеңізші қолыңызды. Суп қалған дейм сізге. Ыстық деймін. Сіз қоймайды екенсіз, ә? Мәңіз онда. Ыстық па екен? Қарашым, что суп қалған. Ыстық болса мен күйіп қалатын едім. Ішіп берме, ішіңде те. Қолы салып тастаған. Қайтшы еткенбіз біз. Кеттік Айдын. Мына жерде вообще. Ақшаңызды төлемейміз біз сізді. Түсініңіз ба? Керек жоқ бізге. Төлеңдер. Не, Айдын, кеттік. Мұсқара десейші. Жүр, жіберіңіз. Төлемейміз ақшаңызды. Ойбай, ужас. Жүр, Айдын, кеттік. Ужас. Жүр. Ойбай. Бізге адам кемеген еді. Ужас, Айдын. Бекер барыппыз. Не қылдың, дым жиямады, қолын салып тастады шайымызға. Анаға туалетіне барды, ажетханаға. Ужас қоны? Сонша осылып. Быт-шыт шықты ғой, біздің кафеге баратын желаниеміз қашып кетті. Тамақ жеуге желаниеміз қашып кетті. Біздің тамағымызды қолын батырды, шайымызға батырды қолын. Неге біртүрлі официант қой мынау кәдімгідей, иә? Тыныштық болмады ғой. Өзі официант, өзі хозяйка ана жерде. Еще өзі доставщик. Еще бастық па не олдың? Иә, масқара. Мен кәдімгідей ужас ашуланып отырмын ше. Ана видеоға түсіріп алдым, мен видеоды салып жаз жүру керек. Айдын, қазір балдар келеді ше. Құрсын өзін тамақ істейін енді. Балдарда қарындар ашып келеді, иә? Тамақ жасайық. Сен маған көмектесесің ба? Бопты достар, енді қазір абайлап жүріңіздер. Кафеге, онда кафеге бармай-ақ қойыңыздар. Айғаным деген кафеге вообще бармаңыздар. Ал достар, бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаса не істейміз? Лайк басып, комментария жазып, таратып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Всем пока! Пока, достар. Бізде міне біртүрлі официантымыз, біртүрлі кафедегі доставщик, хозяйка. Давайте пока, достар.